Күйеуін өлтірген әйел. Сырт көз сұлу, ішкі жан сұмдық. Айжан деген келіншек бар. Өзі сымбатты, текті, салмақты көрінеді. Күйеуі Ерлан бай, жанына ақша мен атақ ұнаған адам. Бірақ бір сыр бар. Ерлан үйде әйеліне күн бермейді. Жұрттың көзінше сыпайы, бірақ үйге келсе өз билігін жүргізеді. Айжанға күн де ұрсады, кейде қолды көтереді. Түннің бір уағында Айжан күйеуінің телефонын ақтарып отырып бір видеоны көреді. Ерлан бір жас қызды үйде ұрып-соғып қорқытып отыр. Бұрын тек опасыз деп ойлаған, енді оның нағыз жыртқыш екенін көреді. Ішінен мынау адам емес қой деп түңіледі. Сол түні Ерлан тағы да ұрып жібереді. Айжан ашуын ұстай алмай ас үйден пышақ алып шығады. Бірақ қолы дірілдеп тұрып қалады. Өз-өзіне жоқ, қазір емес дейді. Айжан өткен еске түсіреді. Ерланмен алғаш танысқан күндерін есіне түсіреді. Ол кезде бәрі жақсы еді. Қолында гүл, жымиып қана сөйлейтін. Бірақ үйленгеннен кейін адам танымастай өзгеріп кеткен. Бірінші жылдар жай ұрсса, кейіннен телефонын тартып алып, үйден шығармайтын болған. Ақшаны да өзі ұстайды. Айжан ешкімге сенбейді. Айжанның сіңлісі Жанар журналист, әйелдерге қатысты зорлық туралы мақала жазып жүрген. Бірақ ол әпкесінің күйін білмейді. Айжан ешкімге тіс жарып айтпайды. Бір күні Айжан полицияға барып көрмек болады. Барып күйеуінен қорқам, жәбір көріп жүрмін десе, олар сендердің жеке шаруаларың, сотқа бер деп шығарып салады. Сол күні Айжан ойланып отырып күнделікке былай деп жазады. Ол өлмейінше мен тыныш ұйықтамаймын деп. Айжан Ерланның кім екенін зерттей бастайды. Оның бұрынғы танитын бір әйелмен хабарласады. Сол әйел мен де сен сияқты болғанмын, қашып құтылдым, бірақ ол мені әлі аңдиды дейді. Айжан бұрын Ерланмен болған әйелдердің кейбірін тіпті жоғалып кеткенін де біледі. Бір қыздың шешесі, қызым соның кесірінен өз-өзіне қол жұмсады деп жылайды. Сол кезде Айжанның көзі ашылады. Бұл жай ғана отбасылық ұрыс емес, бұл нағыз қылмыскермен бірге өмір сүру. Күндердің күнінде Айжан қатты күйзеліп, у ішпек болады. Бірақ дәл сол сәтте қызы Мадина кіріп келіп, анасын құшақтап тоқтатады. Айжан жылап тұрып ішінен серт етеді. Енді мен өзімді емес, оны тоқтатам деп. Айжан енді ақырын тыңшыға айнала бастайды. Үйге тыңдау құрылғы орнатып, Ерланның сөйлеген сөздерін жазып алады. Сурет, видео, куәгерлер іздейді. Жанар екеуі бәрін біртіндеп жинайды. Бірақ Ерлан да бір нәрсені сезе бастайды. Ол да Айжанды аңдуға көшеді. Айжан мен қызының телефонын тексеріп, бақылауға алады. Жағдай ушығады. Бір түнде жарық өшіп, Айжан Ерланды жертөлеге шақырады. Кел әңгімелесейік дейді. Төмен түскенде Айжан Ерланға жиналған дәлелдердің бәрін көрсетеді. Ерлан ашуланып шынданып кетеді. Қол көтерейін деп ұмтылады. Сол кезде Айжан өзін қорғаймын деп итеріп жібереді. Ерлан арқасымен темірге соғылып, сол жерде өліп кетеді. Полиция келеді. Тергеу басталады. Айжан шындықты жасырмай болғанын баяндап береді. Жанар жиналған дәлелдер де жеткілікті, бірақ Ерлан өлген соң Айжан кінәлі деп танылады. Алайда қоғам шулап шыға келеді. Мадина сотта анасы үшін куәлік береді. 100 деген әйел мен де Айжандаймын деп хат жазады. Сот шешімі шартты жаза. Айжан босап шығады. Сот залынан шыққанда оны әйелдер гүлмен қарсы алады. Әділет жеңеді. Айжан күнге қарап, беті жылы шуаққа шомылып тұрады. Ішінен
Мен оны өлтірген жоқпын, өзімді ғана құтқардым, енді ешкімнен қорықпаймын, дейді. Бұл жай ғана әйелдің күйеуін өлтірген оқиғасы емес, бұл жылдар бойы үндемей келген, соққыны да, қорлықты да ішке жұтып, тек тірі қалу үшін күрескен адамның хикаясы. Бұл әйел шыдау керек деген қате ұғымның құрбаны болғандардың үні. Бұл ұят болады деп өз тағдырынан бас тартқандардың шындығы. Бұл зұлымдықтан қорғану қылмыс емес екенін дәлелдейтін айғақсыз, бірақ жанайқайы зор үн. Бәлкім бұл оқиға бір көршінің, бір әпкенің, тіпті өзінің де үнсіз күресіне ұқсайтын шығар. Үнсіз отырған әйел емес, жылап жүрген әйел жаман емес. Қашып кеткен әйел сатқын емес, ал өзін қорғаған әйел қылмыскер емес. Егер бір әйел мен шаршадым десе, оған шыда деп емес, не болды деп сұраңыз. Мүмкін сол сұрақ оны құтқарып қалар. Тіркеліп, лайк басыңыз және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз.